Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын таңғы шайға қып-қызыл қып шайыңызды демдеп, лепешкеге сары майыңызды жағып қойып, шай ішетіндей мини лепешка дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен бір жұмыртқаның үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды араластырдық. Енді үстінен жылы сүт, жылы суымызды, дәміне қарай тұзымызды, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Барлық қоспаларымызды жақсылап араластырып алдық. Енді сухой дрожжымызды салып, үстінен керегінше ұнымызды салып, жұмсақтау етіп, қатты қылмай қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың июі жақсы қануы үшін осылай сұйық майымызды аздап құйып, жақсап 3-4 рет қайтара илейміз. Қамырымызды жылы жерде 1 сағаттай көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 1 сағаттың ішінде әдемі болып көтерілді. Енді бөліктерге бөліп табамызға салып, бетін 10 минуттай жауып қоямыз. Лепешкамыз әдемі болып көтерілді. Енді формасын осылай қолымыздың көмегімен формасын келтіреміз. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне әдемі болу үшін мак немесе күнжутымызды сеуіп қоямыз. Достар, сіздер де осы лепешканы осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қоюымыз керек. Енді лепешкамызды 30 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің лепешкамыз қып-қызыл, әдемі топ-томпақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.